Назарда бейдеп қылып көрсеткен Қызылорда облысы Қармақшы ауданының ағылшын тілі мұғалімдері. Баршаға сәлем. Бүгін мұғалімдердің әдебі мен романтизацияланып кеткен еңбекақысын сөз етеміз. Кеттік. Қызылордалық шет тілін меңгерген мамандар Қызыл теңіз жағасында тынығу үшін мектеп әкімшілігін ескертіп, ақысыз демалыс алуды ұйғарған. Алайда кейін ұстаздардың Түркиядағы трансвеститтер клубына демалған видеолары әлеуметтік желілерге тарап кетіп, ата-аналардың наразылығын тудырды. Ол мұғалімдер балаларды ұрған жоқ, мектеп мүлкін ұрлаған жоқ, экстремистік насихатпен айналысқан жоқ, тіпті білім беру жүйесін сынға да алған жоқ. Заңға толық сәйкес еңбек демалысын алып, тапқан ақшасына Түркияға демалуға барып, түрлі ойын-сауық орындарына барды. Бұл жерде ешқандай заң бұзушылық жоқ. Мұғалім мемлекеттік қызметкер емес. Еңбек демалысы жұмыс уақыты емес. Бізде педагогикалық этика туралы құжат жоқ. Демек, ол мұғалімдерді ата-аналардың қысымымен жұмыстан шығару заңсыз. Бір жағынан заңға сәйкес құжатта бекітілген этика ережелері болмағандықтан, тек ата-аналардың сұрауымен жұмыстан шығарып жіберуге болмайды. Естеріңізде болса, Купальникте түскен мұғаліммен сондай шу болды. Бірақ ол жерде мұғалімдерді қорғап, оның да демалуға құқығы бар, әрі дәл сол әрекеті ешқандай әдепті бұзып жатпағанын айтқандардың ойы орынды. Ал бұл жағдайда ерсі қылық көрсетіп, арақ-шарап ішкендерін трансляциялау, оны әлеуметтік желіге салу, біліммен қатар тәрбие беретін орданың қызметкерлері, қоғамда онсыз да қадірі кетіп жатқан ұстаздардың беделін тағы төмендетіп отырғаны анық. Бұрынғы оқу-ағарту министрі, қазір мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетов мұғалімдерге араша түсті. Оның айтуынша, мұғалімдер де бәріміз сияқты адам, олардың құқығын шектеуге болмайды. Сондықтан бұл жерде біз мұғалімдерге қойылатын талаптарды нақты ажыратуымыз керек екенін білесіздер. Әрине, жоғары талаптар өз орнына, бірақ біз олар қарапайым азаматтар екенін түсінуіміз керек. Ал бұл жағдайда істі нақты түсініп, олардың бұл істе қандай кінәсі бар екенін білу керек деді. Педагоги – это такие же граждане, как все мы. И никто не может быть ограничен в своих правах. Поэтому мы должны здесь, понимаете, четко дифференцировать требования к педагогам. Конечно, высокие требования – это само собой, но мы должны понять, что они такие же граждане. И здесь необходимо конкретно разобраться в случае. Негізі мұғалімдердің беделін көтереміз деп, оқу-ағарту министрлігі керісінше барлығын білдіріп алды. Еңбек ақысы жоғары деп мамандықты тым мақтап, романтизациялап жіберді. Қазір бәрі мұғалімдер 600-700 мың тауып жатыр. Ақша алама, онда міндетінен артық еңбек етсін деп жатады. Ақшаны қырып жатқан қазір мұғалімдер деп ойлайды. Шындығында олай емес, бәрі де сағат санына байланысты. Біліктілігіне, еңбек өтіліне қатты ақша қосып жатқан жоқ. Тек ең жоғары саналатын категория иелеріне 150 мыңдай қосымша ақы төленеді. Бірақ білуімше ондай мұғалімдер бізде өте аз. Мысалы, бізде педагог шебер, педагог зерттеуші, педагог сарапшы, педагог модератор, жай педагог деген санаттарға бөлінеді. Иерархияны түсінген боларсыз. Бұл жерде біліктілігі ең жоғарысы педагог шебер. Бірақ педагог шеберде 16 сағат, ал педагог сарапшыда 24 сағат бола тұра, екеуі бірдей жалақы алуы мүмкін. Тіпті сарапшы одан көп алуы да мүмкін. Айтпағым біліктілігіне емес, мәселе жүктемеде. Әрине, магистратура пәндерді ағылшын тілінде оқытқаны үшін, дәптер тексергені үшін, сынып жетекшілігі мен тәлімгерлік үшін қосымша ақы белгіленген. Бірақ ол ақылар сіз бен біз ойлағандай ақша емес. Сол себепті мұғалімдер ақшаны қырып тауып жатыр деген ойдың терістігін ескерген жөн. Оған қоса, онсыз да қоғамда беделін көтере алмай жүрген ұстаздардың құқықтарын шектейтін тағы бір дүние пайда болды. Облыстарда жаман мұғалімдерге шағым түсіру үшін жеке сенім телефоны бар ведомство ашылыпты. Нақтырақ айтқанда, өткен аптада білім министрлігінің өкілі жұмыс сапарымен Павлодар облысына барған еді. Ең қызығы, сапардың басты мақсаты ведомствоға қарасты бөлім басшысын тағайындау болды. Енді ата-аналар білім саласындағы кез келген заң бұзушылықтар туралы белгіленген телефон арқылы хабарласып шағым түсіре алады. Міне, бүгінге ғалым да, шахтер да бас иетін мамандардың жағдайы осы. Мәселеге қатысты ойыңызбен, өз тәжірибеңізбен комментарийде бөлісе отырыңыздар. Келесі кездескенше.